Қалайсыздар достар, бүгін сіздермен 5 жасар қызға көктемге арналған көйлектер заказ беретін боламыз. Суреттері болатын болса, суреттермен іздесеңіздер болады, немесе мен сияқты жазсаңыздар болады. Бұны орысша жазсаңыздар да болады. Мен қытайшаға аударамын. Переводчикпен аударамыз. Қытайша шыққанын көшіріп аламыз. Енді бұны өшіріп тастап, қытайшасын қоямыз. Не қойдым? Мен 5 жасар қызға алам. 110-120 келеді 5 жасар қызға. Көйлектер двойкаларда шықты. Әртүрлісі шықты. Осылардың арасынан ұнағандарын бере берем. Осындай двойка ұнап тұрмаған. Осыны көрсетіп өтейін. Әдемі екен. Қанша адам алғанына отзывтарын көп шығасыздар. Онша қалың емес. Қыстан кейін киюге болады. Көктем келгенде әдемі көрінеді. 5 жасар қыз садикке барады. Садиктерге болады осындайлар. Көріп тұрсаңыздар болады. Заказ берген кезде өздеріңізге ұнаған түсін таңдап 120-ны бере беріңіздер. Белгілеп қойдым. Жүрекшеге алып қоям. Бұл корзина. Осы біреуін де көрсетейін. Бұл да әдемі көйлек екен. Скидкамен беріп жатыр. Осындай белгімен белгіленеді. Стрелканы төменге қарап тұрғаны бұл скидка дегенді білдіреді. Бұл 4 жұлдызды магазин. Алуға болады. Бірақ осыны 5 жұлдызды магазинде іздеуге болады. Осындай екен. Ол үшін біз мына жерін басып тұрасыздар. Осы көйлекті басқа магазиндерден көрсетіп береді. Егер бар болса. Бір көйлектер басқа магазиндерде болмауы да мүмкін. Соған ұқсаған сондайлар шығарып береді. Бар екен басқа магазинде. 4,5 жұлдызды. Соған да қарасаңыздар болады. 21 отзыв бар екен.
Көрейік қандай келеді екен. Бұл начоспен екен. Қысқа арналған бұл. Белгілеп қоя береміз. Не, осылардың ішінен де көрсетейін. Әдемі көйлектер шықты. Қанша адам алғанына, жұлдызына қарайсыздар. Суреттерін көріп шығасыздар. Көктемге киюге болады бұны. Әдемі көрінеді. Енді заказ берген кезде өздеріңізге қайсысы ұнаса, сол біреуін бересіздер. 120-ны береміз. Белгілеп қоям. Осы да әдемі екен. Отзывын көрейік. Онша қалың емес екен. Көктемге киюге болады. Өздеріңізге ұнаған түсін ала бересіздер. Бұл да скидкамен екен. Осындай белгімен белгіленеді. Біріншісін алғаннан кейін ол бағасы жоғарылайды. Екінші рет алған кезде уже басқа бағамен аласыздар. Бұл жерде 120-ны белгілейміз. Бағасы өзгерді, себебі бұл ішіндегі ғана, біреу ғана, ал мынау екеуі водолазкасы бірге. Сол үшін бағасы екі түрлі болады. Өздеріңізге ұнаған ала бересіздер. Мен осы біреуін белгілеп қоям. Енді тағы басқа түрлерін де көрсетейін. Осы да әдемі екен. Көрейік осында. Көктемге сәл қалыңдауын кие берсе болады. Себебі қыстан кейін біраз суық болып тұрады. Көйлектің өзін кигенде сәл қалыңдау болғанда жақсы. Осында кисеңіздер болады. Балдарыңызға кигізсеңіздер, қыздарыңызға әдемі көрінеді. Садиктерге. Отзывтары күшті екен бұның. Енді заказ берген кезде екі түрлісі бар екен. Өзіңізге ұнағанын заказ бере бересіздер. Мен 120-ны таңдадым. Осы бір түсі ұнады. 5 жұлдызды магазин екен бұл. Кейін магазиндерінің астына түссеңіздер, осындай киімдер шығады. Қазір көрсетемін. Біз іздеп жатқан киімдердің басқа түрлері де шығады. Соларды да көрсеңіздер болады. Міне, осындай да әдемі екен. Мен солай істеймін. Бір затты іздеген кезде сол магазиннің ішіне кіргеннен кейін астына түсіп іздеп көремін. Әдемі көйлек іздесеңіз көйлектер, аяқ киім болса аяқ киімдер шығады. Сізде де солай жасасаңыздар болады. Поисктан шықпауы мүмкін, осындай болып шығады. Әдемі киім екен. Көктемге киюге болады бұны. Әдемі көрінеді. 5 жұлдызды магазин. Қорықпай заказ бере бересіздер. 100 жоқ екен бұл жерде. Скидкамен екен. Осындай белгімен белгіленеді.
Көйлектер таңдап болғаннан кейін тағы аяқ киім сондайлар таңдаймыз бұған. Осындай әдемілер де бар екен. Бағана басқашасын көрсеткен едім сіздерге. Міне заказ берген кезде 120-ны таңдаймыз. Белгілеп қоямыз. Әдемі көрінеді бұл кигенде. Міне қараңыздар, астында әдемі көйлектер шықты. Соларды да көрсек болады. Осындайларды да көрсетейін. Көктем күшті болады олар. Осындай юбочкамен. Оларды да садикке кигізсеңіздер болады. Бұның размері қалмақты, сол үшін арзандатып қойған. 1 жасар балдарға ғана, 1 жасар қыздарға ғана қалыпты. Енді басқаша түрлерін көреміз. Осындай көрейік. Әдемі екен. Бұл жерде екеуі бірге 65 болып тұр. Енді өзін отдельный алсаңыздар болады, бөлек-бөлек алсаңыздар болады. 120-сы жоқ екен. 110-ды алсаңыздар болады. Себебі бұл көйлек үлкендеу болып келеді сіздердің қыздарыңызға. Әдемі болады екен. Енді осындайларды көрсетіп өтейін. Өте әдемі екен. Садиктерге кисеңіздер, отзывтарын көрсеңіздер болады. Әр түрлісі бар екен бұл жерде. Осы біреу ұнады, 120-ны ала берем. 110-120 ала беріңіздер, келеді олар. Бой ұзын болса, енді сәл 120-ға ала бересіздер. Қыздарыңыздың бой ұзын болса. Осындай көйлекті көрсетіп өтейін. Әдемі екен. Күшті көрінеді. Отзывтары да көп екен. Өте әдемі екен. Қанша адам алғанына қарайсыздар, отзывтары күшті екен, ала берсеңіздер болады. Описаниясын көріп шықсаңыздар болады, қандай материалдан дайындалған, оларды бәрін көруге болады. Енді заказ бергенде өздеріңізге ұнаған түсін бересіздер. 2 түрлісі бар екен, маған осы біреу ұнады, осыны беремін. Енді корзинаның ішіне кіреміз.
кейін бәрін белгілеп шығамыз, өздеріңіз ұнаған түстерін. Мыналар шығып кетті, бұл себеп мен алдын алғам осы. Сол магазиндер екен, сол үшін шығарды. Бұл алдын алғандарым, заказ бергендерім олар. Солай шығарып тұрады сіздерде. Мысалы, қайдан келіп қалды деп қорықпаңыздар. Өздеріңіздің сол магазиннен алған заттарыңыз болса, шығарып береді. Мен заказ берген кезде сіздерге скидка берсе осындай болып белгіленеді. Мен скидка беріп тұр магазин. Мына жерде қараңыздар, 3 юан, 4 юан арзандатып тұр. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Кейінгі видеоларымда 5 жасар қыздарға арналған туфли, кроссовкилерді көрсететін боламын.